Қазақ өнерінде қайғылы хабар. Мәдениет саласының үздігі ақын, композитор Құрманай Бақтиярқызы дүниеден озды. Ол туралы өз Инстаграм парақшасында Гүлзира Айдарбекова ханым жариялаған болатын. Анашым Раббысына қайтты, дұғада болыңыздар. Артында дұға жасайтын ата-анасы, бауырлары, балдары, немерелері бар, деп сазгердің перзенті өз Инстаграм парақшасында айтып өтті. 2 жыл алдын асқазан ауырып бастаған Құрманай Бақтиярқызына осы жолы 7-ші рет ота жасалған. Дәрігерлер алдын ала 101% ғана аман қалатынын ескерткен. Отадан кейін 4 күн егер аман қалса, арғарай бәрі де жақсы болып кетеді деген екен. Бірақ өмір бар жерде өлім бар деген. Қазақ өнерінде ойып тұрып орын алатын Құрманай Бақтиярқызы өз Раббысына қайтты. Марқұмның жаны жаннаттық болсын. Отбасына қайғыра көңіл айтамыз.